барлық нәрестелер де туылғанда бірдей ыңғалаған дауысы менен дүнияға жар салып туылады. Біреулер бұл дауысты естуді бірнеше жыллап күтіп жасайды. Нәресте дүнияға келуі менен бүткіл шаңырақ ағзаларын, жақын жуықларын қуанышқа бөлейді. Себебі олар кімгедір перзент, кімгедір ақлық, ямаса шаулық болып, шаңырақтың әшірепсі болады. Нәрестелердің бірінші күлгені, еркелегені, еңбеклегені, барлық қылықларына сүйсінбей бола ма? Аналар перзентіне көкірек үстіменен қоса бар мехрін де береді дейді. Мехр ғой мехр, керек болса жанын беруге де таяр болады. Себебі өмірдің өзі айқыш-ұйқыш кесіскен жолларға мегзейді. Біреуге тегіс, біреуге ойлы бәлен, біреуге дүзу, біреуге қия, біреулерге ұзын, ал біреулерге қысқа. Әр қилы себеплер менен ата-анасынан ерте айырылған балалар тағдыры мемлекетіміз тарапынан өз шешімін тапқан. Ондай балаларды мехрибанлық үйлері өз бауырына алады. Қожелі қаласындағы балалар үйі 1922 жылы ашылып, осы уақытқа шекем. Бұл жерден қауендерсіз жетім қалған бірнеше мың әулет тәрбияланып, камалға келіп, өмірден өз жолларын тауып кеткен. Олардың арасынан белгілі алымлар, жоғары қанигелі инженерлер, атақлы көркем өнер иелері, әрқилы кәсіп мамандар жетілсіп, халқымызға қызмет етіп жатыр. Айырымлары жоғарғы оқу орынларын біткергеннен соң, осы мехрибанлық үйіне келіп, ұстаздық етіп жатыр. Хақиқатын айтқанда, бұрынғы балалар үйінің мүмкіншіліктері қайсы тарапынан алып қарасаң да, бүгінгі күндегідей деп айту қиын. Еліміз өз қарессіздігін алғаннан соң, бұрынғы балалар үйі мехрибанлық үйі деп аталып, әрқилы себеплер менен қауендерсіз қалған балаларға хақиқи мехр нұрын беретұғын ұяға айналды. Мехрибанлық үйінің жаңадан салынған комплексі 2004 жылы қайта реконструкция ісленіп, әзіргі заман талабына толық жауап беретұғын қолайлықларға ие болды. Мұраттың бұндай абананласуында Республика жоғары кеңесі, министрлер кеңесі, әсіресе Республика прокуратурасының тіккілей бақылауы нәтижесінде соның менен бірге Ішкі істер министрлігі, халық білімлендіру министрлігі, Республикалық кәсіптік ауқам кеңесі, Тақиятас гидроэнерго құрылыс мекемелерінің қауендерлігінде барлық талапларға жауап беретұғын хақиқи мехрибанлық үйіне айналды. Көп жылдық
Минет тәжірибесіне ие Светлана Михайловна сон директор болғаннан бастап түптен өзгерістер бола бастады. Әрбір қызметкерді жұмысқа аларда олардың қанигелігінен тысқары адамгершілік, мехрибанлық сыпатларына да айрықша ітібар беріледі. Әзір бұл жерде 110 ұл һәм қызлар тәрбиеланып жатыр. Бұл үйде 3 жастан баслап 9 классқа шекемгі балалар бар. Ең таңналарлығы, бұл жерге жаңадан келген балалар бір хәптеге жетпей-ақ тез үйренісіп кетеді. Себебі жүзлерінен мехір нұры жауып тұрған тәрбияшылардың қызметлері, оқытатұғын мұғалімлердің, ұстаз тренерлердің, әрқилы кәсіпке үйрететұғын 20-дан астам дөңгелек басшыларының кішкенелердің ықыласын жеңіп алуы. Бәрінен бетер, хақиқи мехрибан анасындай Светлана Михайловнаның бауырманлығы балаларды билеп алады. Себебі ол жүдә іскер, балажанлы, өз кәсібіне підайы һәм оғада сезімталлы хаял. Балалар бізге әр қилы жаста келеді. Жастайынан жетімлік басына түсуіне нәрестелер айыплы емес. Біреулер 9 ай құрсағында көтерген перзентінен бас тартып, туу үйінде қалдырып кеткенліктен, ал біреулері жаман індетлерге душар болып, суд тарапынан ата-аналық құқығынан айырылған адамлардың балалары. Ал гей паралары әке шешесінің перзентлері келешегіне бейпаруалық етіп ажырасуы себеплі болса, ал айырымлары бақытсыз хадисе құрбаны болған ата-аналардың перзентлері. Тұрмыстың бұндай дәккілері кішкене балаларға қатты әсер етеді. Сондықтан біздің психологларымыз әрбір баланың ішкі пікірлерін үйреніп, олардың тілін табуға ерседі. Біз көп жылдық тәжірибеміз нәтижесінде өз моделімізді істеп шықтық. Имаратымыз қайта реконструкция істенгенде, балаларымыздың жасау шариғатларының шаңырақтағыдан айырмашылығы жоқ, керісінше артық етуді мақсат еткенбіз. Тазадан келген балалар бұл жерге қысқа мүддетті үйренісіп, келешекке үлкен үмітлері оянып, білімге, өнерге құштарлығы күннен күнге артады. Еш қайсысының уақыты бекаршылықпен өтпейді. Тәрбиеланушыларымыздың көпшілігі бір шаңырақтың балалары. Сол үшін да шаршаған уақытлары үлкенлері үкелеріне келіп, оларды ойнатады, еркелетеді. Бұрынлары балалар ұлыма жатақханада көпшілік болып жататұғын болса, қазір 3-4 балаға өз алдына телевизор көріп, өзі қызыққан нәрселермен шұғылданатұғын бөлме һәм ұйқылайтұғын жайы бөлек. Ел басшыларының һәм көп санлы қауындерлеріміздің жәрдемі нәтижесінде біздегідей жағдай, қолайлықлар көпшілік шаңырақларда да табылмайды десем алжаспайман. Бұрынлар оқымай қаңғып жүруге үйреніп кеткен балалар дәстеп күнлері көнлікпей қашып кете беретұғын еді. Ал әзірше міне көріп тұрсыз, дәрвазалар ашық тұр, бірақ ешбір бала қашып кетуді қиялына да келтірмейді. Бұл жердегі балалар 1-ші класстан 4-ші классқа шекем мехрибанлық үйінің өзінде тәлім алады. 5-ші класстан бастап қаладағы 65-ші һәм 71-ші санлы мектеплерде оқуын дауам етеді. Президентіміз сауға еткен автобуслар, оларды 2 сменада тәрбияшылар басшылығында мектеплерге апарып һәм алып қайтады. Оннан тысқары баслауыш класс оқушылары прогресс тіл үйрену орайына қатнаса, жоғары класс оқушылары мехрибанлық үйіндегі дөңгелеклерде шет тілдерін үйренеді. Елімізде белгіленетұғын байрамлардан тысқары сабақтар байрамларын өткеру дәстүрге айланған. Біз әзір компьютер технологиясы күннен күнге тұрмысымызға еніп кетірген дәуірде жасап атырмыз. Компьютер үйрену залы қай уақытта барсаңыз да адамсыз болмайды. Кітапханада кітап оқуға қызығатұғынлар саны да аз емес. Кішкенелері ертекке қызықса, үлкенлері ірі көлемлі әдеби шығармаларды, іліми кітапларды оқиды. Уақыты кейбір кітапларды біргелікте талқылап өткереді.
Суретлеу өнеріне қызығушылардың саны оғада көп. Балалар өз сезімлерін рәң-бәрең бояуларда сәулелендіреді, һәм олар өз шеберліктерін күннен күнге асырып барады. Кім біледі, бәлкім бұлардың ішінен келешекте халқымызға белгілі қылқалем шеберлері жетілісіп шығар. Қызлардың көпшілігі кішкене уақытынан ақ тігу, тоқу өнеріне қызығады. Бұл өнердің сырларын ықыласпен үйретіп атырған ұстазлардың кейде дөңгелек қатынасушыларының тігіп, нағышлар менен безеген милли киімлерін, құрақларын, har xil кездемелерден жасалған ойыншықтарын көріп, шәкіртлерінің келешекте қолы гүл шебер болатындығына сенімі артады. Бұл жерде аяқ киім ұстасы дөңгелегіне қатынасушылар бір тараптан өнер үйренсе, екінші тараптан өздерінің һәм достарының мүтәжләрін біткереді. Шаш дәрежелік кәсібін үйренушілер өз фантазиялары менен қызлардың шаш түрмеклерін жасауды үйренеді. Бұл өнер бойынша тез-тез таңлаулар өткеріліп тұрылады. Ал кейбіреулері har xil тағамлар таярлауды үйренеді. Қалеген тағам таярлау үшін керекли азық ауқат өнімдері бұл жерден табылады. Әттекі, тәрбияланушылардың туылған күндеріне арнаулы тортларды да өздері таярлайды. Әр айдың 25-ші сәнесінде сол айда туылғанларға сауғалар беріліп, жәмәәтпенен біргелікте туылған күндерін белгілеу дәстүрге айланған. Бұл жерде шпакерлік бөліміндегі қанегелі врачлар һәм мейірбекелер профилактикалық жұмыстарды уақытында өткеріп тұрғанлықтан тәрбияланушылардың денсаулықтары жақсы. Әттекі, қазіргі уақытта экология тәсірінен елімізде көп ұшырасатұғын кемқанлық кеселдігіне жолыққан бірде-бір өспірім жоқ. Нұрсұлтан бұл жерге жақында келді. Тамыр таныстарының үйінде жүргенде оның жамбас ұршығы сынып, сынған жері қабатласып бітіп кеткен. Нәтижеде бір аяғы келте, һәм жүрсе ауырсынады. Светлана Михайловна Нұрсұлтан үшін зыр жуырып, қайырқомлардан қаражет тауып, Ташкенттегі тәжірибелі врачларға операция істетіп қайтты. Мехрибалық үйінде спорттың барлық түрлері бойынша шұғылдануға мүмкіншілік бар, һәм спорт үскөнелері жеткілікті. Бұл жерде тәжірибелі тренерлер әр күні үздіксіз даярлықтар өткереді. Тәрбияланушылардың арасынан бірнеше Өзбекстан чемпионлары жетілісіп шығып жатыр. Өткен бір жылдың өзінде спорттың әр қилы түрлері бойынша 39 алтын, күміс һәм қола медальдарын жеңіп алған тәрбияланушылар Мехрибанлық үйінің мақтанышы есептеледі. Қысы жазы үздіксіз даярлықтар өткеру мүмкіншілігі жаратылған жүзу бассейнінде жүзу һәм синхронлы жүзу бойынша шұғылданып атырған науқыран жастарды көріп, әуесін келеді. Бұл спорт түрлері бойынша өткен жылдың өзінде 5 алтын, 5 күміс һәм 3 қола медалы қолға кіргізілді. 3 қыз синхронлы жүзу бойынша Өзбекстан сайланды командасы ағзасы сыпатында 2008 жылы Таиландта өткерілген жарысқа қатынасып, медаллар менен қайтты. Өнерге қызығушылар да көпшілікті құрайды. Айырымлар спортқа да, тігу, тоқу өнеріне де, аспазлыққа, аяқ ойын ансамбліне, сазенделік дөңгелектеріне де теңдей қатынасады. Ансамбль қатынасушылары
тек қана осы жердегі байрам концерттері менен шекленіп қалмай, республикалық байрамларда, үлкен сахналарда да өз өнерлерін көрсетіп, тамашагөйлер алғысына мияссар болып келатыр. Тәрбияланушылардың келешекке сенімін арттыру мақсатында бұрын Мехрибанлық үйінде тәрбияланған, қазір елімізге белгілі жазушы, атақлы артист, үлкен ілімпаз, ямаса жетік қаниге иесі дәрежесіне еріскен инсанлар менен ұшырасулар шөркемдестіріліп тұрылады. Олар өздерінің балалығы қиыншылық дәуірге тура келуіне қарамастан, бүгінгідей дәрежелерге қалай еріскендіктерін балаларға айтып береді. Бұндай тағдырлес инсанлар аузынан есіткен тұрмыс сабақлары жас өспірімлер үшін ібрат болады. 9 класты біткерушілерге бұқаралық паспортларын беріп, Өзбекстан Республикасы бұқарасы болғаны менен құтлықлау мәресімі де үлкен байрамға айланып кетеді. Мехрибанлық үйінің тәрбияланушыларының әр бірі неге қызығады? Келешекте кім болуды арман етеді? Бұлардың барлығы Светлана Михайловнаның нәзерінде болады. Біткеруші класс оқушылары менен сәубетлесіп, кім қайсы лицей, ямаса колледжге тапсыратығынлығын келіскен халда, сол оқу орынлары басшылары менен сөйлесіп, жатақхана һәм басқа жерде мәселелерін алдын ала шешіп қояды. Біреулері колледж лицейлерді біткергеннен соң мағлұматын асыру мақсатында жоғарғы оқу орындарына тапсырса, кейпаралары қанигелігі бойынша жұмысқа орналасады. Өзбекстан Республикасы президентінің 2008 жыл 29 февральдағы жастар жылы мемлекеттік бағдарламасы хақындағы президент қарарларының 805 санлы қарарының 101 бәнті, Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің 2008 жыл 22 марттағы 32/3 санлы қарарының 81 бәнті бойынша Мехрибанлық үйінен шыққан ешқандай қауендерлер жоқ 9 адамға таза жайдан квартиралар бергені үлкен қуанышлы уақия болды. Апа, сіз ашып берің? Я, қызым, бұл сенің ойың. Есігіңді өзің ач. Бұл жайлар Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы басламасы менен қауендерлердің қоллап қуатлауында қожалыққа керек үй мүліклері менен толық тәминленген халда иелеріне інәм етілді. Светлана Михайловна қуаныш қойнына сыймай, әрбір квартираға бірім-бірім кіріп, балаларды жаңа қоныстары менен құттықтады. Адам кейде күтілмеген бақыттан қатты қуанғанында көз жастарын ірке алмайды. Бір вақытлар 6-шы күн барсақ, біздерге айтты, үйге колледжге келін диктом зоны кетті деді. Сөйтіп
колледжге барсақ таза үйлеп келіп тұрған екен. Жайлы болдыңыз деді, қуанып жыладық біздер. Сенбедім өзімде. Өзім үйім болғанына, өзім босаған болғанына, халқымызға жақсы перзент болып, адал минет ететін адам болып жетсем деймін. Сол уақытқа дейін Мехрибалық үйінен көп достарымыз бітіріп кетті. Мен осындай шай берілді дегенді қатты естіп көрмеген едік. Мен осындай бақытқа несіп етіп отырмыз. Қатты қуаныштымыз. Бәрінен бетер азаматты көп уайымдайтұғын едім, дейді Светлана Михайловна. Кішкене уақытынан жетім қалып, көп қиыншылықтар көрді. 5-ші классында Берунидан біреу келіп, ұл перзентім жоқ, ұсы бала ұлым болсын дегенге перзентлікке беріп едік. 3 айдан кейін азамат азып тосып қашып келді. Ол адам барған соң оқытпай, күніне 1 шүрек нан беріп, кешке шекем тоғайдың арасында малларын бақтырған. Ол адамға ұл емес, шопан керек болған екен. Азамат өзі минеткеш, ақ көкірек бала. Келешекте өмірден өз орнын тауып, бақытлы инсан болып кететініне сенемін. Қолында өскен әрбір тәрбияланушы өз перзентіндей болып қалған соң, оқып атырғанлардан, жұмысқа орналасқанлардан тез-тез хабар алып, басшыларменен сөйлесіп, жәрдем етіп тұрмаса, Светлана Михайловнаның кеулі кеншімейді. Мехрибалық үйіне қайыр-сахауат істеушілер оғада көп. Олар балаларға сауғалар, азық-ауқат өнімдерін, кейде қаржетлейді жәрдем береді. Светлана Михайловна солардан ауыстырып, лицей колледжлерде оқып атырғанларға әкеліп, жағдайынан хабар алып тұрады. Олар тарығып жүргенлігін айтқысы келмейді, бірақ мен олардың көзлерінен, хәтте дауыстан ақ білемен, дейді Светлана Михайловна. Туған анасындай болып қалған Светлана Михайловнаны біткергелердің арасында сағынбайтұғыны жоқ. Оның әрбір кергені балалар үшін байрам. Ұлыма, Мехрибалық үй тәрбияланушыларының қайсы бірінен ең жақсы тілегің не деп сұрасаңыз да, барлығы бір ауыздан, әрбір бала өз шаңырағында, ата-анасының құшағында өссін, дейді. Нәрестелердің бұл сөзі біз үлкенлер үшін сабақ болғай.